Омар Жәлелұлы Харекет. Бірінші бөлімі еңбек адамшылық мәртебесі. 19 ғасыр қазақ қоғамы үшін алуан түрлі өзгерістерге толы болды. Біз көтеріп отырған әдебиеттегі еңбек құндылығының басты тақырыптарының біріне айналуы осы кезеңге байланысты. Сондықтан да тақырыпқа бойлай кіріп, әдебиеттегі көркемдік тәсілдер арқылы көрініс берген еңбек құндылығын бейнелеуінің өзектілігін анықтау үшін де сол кездегі тарихи әлеуметтік шарттармен таныс болуымыз қажет. Абай, Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрімді тудырған 2 ғасыр тоғысынан қазақ әдебиетінде алғашқылардың бірі болып терең зерттеп, толғана жазған Мұхтар Әуезов. 19 ғасырдың орта кезі, екінші жартысында Абай кезінде болған жағдайларды білу үшін сол кездегі жалпы Қазақстанның тарихын, халін еске алу керек деп жазды. Бұл кезең қазақ жұртшылығының Ресей империясының бодандығына біржола кірген кезі еді. Жер телімінен, өзіндік дәстүрлі билігінен айырылған қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы да күйзеліске ұшырап, халықтың басым көпшілігі кедейлене бастады. Бұрынғы рулық туыстық қатынастар әлсіреп, қазақ даласының метрополияның ықпалымен капиталистік қатынастар дендеп енді. Бұрынғы рулық туыстық қатынастық негізде қоғамда сөкет көрінбейтін мәселелер енді қоғам тарапынан сөгіліп теріс бағалана бастағанын да байқауға болады. Осы кезеңде қазақ қоғамының дәстүрлі құндылықтарының сынға ұшырауы 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың басында өмір сүрген қазақ әдебиетінің ірі өкілдерінің шығармашылығын анық көрініс тапты. 20 ғасырда бел ортасында дүниеге келіп, қазақ қауымының басынан өткеріп жатқан үдерістерді жан дүниесімен, жұлын жүйкесімен сезінген Абай, бұл келеңсіз құбылыстардың тамырын дөп басып көріп қана қоймай, оның емін де қоса ұсынды. Жаңа заман алып келген өзгерістер ақынның аш қарынға жұбан ама, майлы ас жемей деп аталатын өлеңінде асқан шеберлікпен беріледі. Аш қарын, жұбан ама, майлы ас жемей, тоқтыра алмас дәмдіден дәмді іздемей, бір тойған шала байлық деген қазақ, ет көрінсе қайтеді күйсей бермей. Бір қарағанда қарапайым көрінетін осы өлеңде ақын адам табиғатының аяусыздығы, қатыгездігі туралы сөз қозғап отыр. Жан мен тәннен тұратын адам баласының жанның қонақ үйі, тәннің қажеттіліктері бірінші орында тұрады. Қазақ ауыз әдебиетінің үлгілі сол нұсқаларының бұл тәннің мәмілеге келмейтін қажеттіліктерін үш арсыз деп нұсқалайды. Олардың қатарына ұйқы, күлкі, тамақ жатады. Абайдың осы өлеңінде бірінші болып ауызға алынып отырғаны осы тамақ мәселесі. Адам өмірінде құндылықтар жүйесіндегі тамақтың алатын орны туралы майқы бей. Хас батырда ұйқы жоқ, хас сұлуда күлкі жоқ, күлкі қайдан болады, үйінде тұлдыр мүлкі жоқ, тамағынан жақын жоқ, майқыдан өткен ақын жоқ, мамада атың болмаса, еркегіңде тағым жоқ, серікке сенсең секемсіз, шын көңілде сатқан жоқ дейді. Сонда адам баласына тамағына жақын нәрсе жоқ болып шығады. Майлы тамақ жеп аш қарынға жұбан баса адамның тіршілігінің сәнде болмақ емес. Бұл темірдей қатал тәртіп, бұзылмайтын табиғаттың заңдылығы. Біз қаламайық табиғаттың осы заңдылығына бағынамыз. Егер тіршілік ету өнерінің осы қарапайым қағидаларын ескермесек, қиындықтарға душар болып, адамшылығымыздан айырыла бастайды екенбіз. Сондықтан күнбілеттемей әр нәрсені өз атауымен атау қазақ руханияты мен мәдениеті үшін соншалықты маңызды. Қазақ әдебиетіндегі бас көзіңе қарамай, жалған сыпайыгершілік сырын тастап, турасын айтатын реалистік дәстүрдің көрнекті өкілі Абай поэзиясы бізді осыған үндейді. Адамның бірінші қажеттілігі ең жақыны тамақ оңай табылмайды, еңбекпен, харекетпен келеді. Ахмет Байтұрсынұлының Жиған терген атты өлеңінде еңбексіз ит жер, бейнетсіз бит жер деген халық даналық үлгісін келтіріледі. Бұл сенсациядан күнделікті күйбең тіршіліктен адамның татар дәм тұзы тек қана еңбекке келу керек деген ойды оқимыз. Көркемдік ойлау жүйесі образға, бейнелеуге құрылған халық даналығының жатып ішер жалқауды адамның қанын теспей соратын битке немесе тамақ аңдып көрінгенге телмірген итке теңейді. Бұған қарама-қарсы осы айтылған әлеуметтік кеселге ем ретінде еңбекпен ішер астың себеп-салдары байланысын халық даналығының қайнар көзі қазақ мақалы. Қолы қимылдағанның аузы қимылдар деп тұжырымдады. Орыстың боданынан айналмай тұрғанда сайын даланың төрт түлік малға толтырып, балқып-шалқып отырған қазақ енді кіріптарлық күйге түсті. Жер тартылды, қоныс азайды.
жерінен, малынан айырылған қазақтар пайда бола бастады. Осы құбылысты қабырғасы қайыса отырып аңдыған абай бай қазақтан кедей қазаққа айналған ұлтының кейпін былайша суреттейді. Еңбек жоқ, харекет жоқ қазақ кедей. Тамақ аңдып қайтеді тентіремей. Ет пен қымыз сықылды, аш жоқ дейді. Ол немене жоқтың әсер Ет қымыз, тамақ болса әркім керзан. Тәтті дәмді іздер ең, онан дарман. Өз пұлың мен хәлің жоқ, күнде тояр. Құлдық ұрып асайсың асы бардан. Өз үйіңнен тоярға қолың қысқа. Ас берір ауылды іздеп жүрсің босқа. Бір жілік пен бір аяқ қымыз берген, дереу сені жұмсайды бір жұмысқа. Еңбексіз харекетсіздік, еріксіз тамақ аңдып тентіреуге алып келеді. Тамақты аңдаған адамда не қадір, не қасиет қалады. Тамақтың арсыздығы да сонда. Адамды ай-шайға қаратпай, адамшылық қадір қасиетті ойлауы да мұршасын кетірмей, өз дегеніне көндіреді, айдағанда жүргізеді, айтқанын істетеді. Адам еріксіз ішкен тамағы үшін өзінде бір адамның жұмсайтын жұмыс күшіне айналып шыға келеді. Сөйтіп кіріптарлықтың адам атына лайық емес қорлық қамытына өз еркімен мойынсынады. Еңбексіздіктің, харекетсіздіктің адам баласына кеселдің зияндығы да осында. Шәкәрімнің үш анығында ыржан үш нәрседен тұрады. Ансап, әділет, мейірім. Нәпсі өз қалауын орнына келтіруде неден де болса тайынбайды. Жанын жалдап арсатады. Намыс, ұят дегенде істі білмейді. Адамның адамшылығынан нұқсан келетінде осы тұс. Нәпсі өз мақсатына жету үшін өзінше әрекет етіп жатқанда, керексіз болып нәпсіге бағынған бүкіл күш-қуатын, ақылын соның жолына жұмсаған рухымыз азап шегеді, қиналады. Осы қазақ әдебиетінде көрініс берген ұғымға ауыр тиетін мәселелерді шешіп алу үшін ең алдымен адам кім? Өзім, немесе мен деп адам нені айтады деген сұрақтарға жауап беріп көрелік. 19 ғасырда қазақ әдебиетінің ренессанстық тұлға Абай бұған дейін қолданып келген қазақ әдебиетіндегі күрделі ұғымдардың басын